Hold up. Ассалаумағалейкум, сәлем достар, баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін бізде жаңа сабақ, 128 сабақ. Бүгінгі сабақтың аты флайер деп аталады достар. Бүгін біздер флайер, жалпы флайер не екен сіздерге өзім білгенімше түсіндіріп өтемін, және де оның қандай дизайндар жасалу керек екенін енді барлығын емес, сіздерге қолымнан келгенше түсіндіріп өтемін. Флайер дегеніміз жалпы достар, білетін шығарсыздар, технодомдар, және де сулпактар сіздерге акция кезінде таратып жүреді көшеде. Және де дүкенге барсаңыздар, дүкеннің сөрелерінде флайерлер, әр компанияның флайерлері тұрады. Сол флайердің бүгін біздер дизайн жасап көрсетеміз барынша. Оны біздер PicsArtпен жасайтын боламыз. Әдеттегідей PicsArtқа кіреміз достар. Негізінде оның размері мінекей плюс батырмасын басамыз, және де рисовать. Мінекей мына жерде менің қалып кеткен проекттерім бар. Осыға проекттерге кірсеңіздер, қайтып изменить қыла беруге болады достар. Мінекей дәл осы жерден создать батырмасын басасыздар. Енді достар, флайердің негізгі батырмасы мына соңында вручную деген бар. Бұл жерден негізгі размерін жазасыздар. Флайердің негізгі размері 99-да 210. Негізгі бір екі түрлі размер бар. Негізі көбінесе осы размер түседі. Бір А4-ге үшеу сию керек. 99-да 210 миллиметрмен жазып отырмын достар. Пока что біз бұны алмаймыз. Кішкене соған ұқсас бір фигураны аламыз. Себебі сіздерге түсінікті болу керек. Анау қатты жіңішке болғандықтан қазір көп нәрселер көзге көрінбей қалды. Мен одан алдын көрген болатын. Дәл осылай ақ фон достар бастамасы. Енді біздер әрмен қарай дизайндарды жасап көреміз. Мінекей мына жерден көк түс таңдаймын. Фигураны таңдаймын. Дәл осы жерден дизайн жасай бересіздер. Егер Pixel Labпен жұмыс істеп жүргендер болса, достар, тен жасау Pixel Labта өте оңай. Енді маған Pixel Labта жұмыс істеген өте ыңғайсыз, сол себептен көбінесе PicsArtпен жұмыс жасаймын. Мінекей достар, енді бұл жерде идея қалай келеді, тура сол бойынша флайердің дизайнын шығаруға болады достар. Өздеріңіз неге нөлден бастап жазсаңыздар, бұл жерде качествосы жақсы болады. Рисовайтпен жазсаңыздар, егер интернеттен дайын фигураларды скачать етіп алсаңыздар, ол бәрібір качествосы ондай қатты болмайды. Мінекей бірінші қою түсті жібересіздер, кейін ашық түс, кейін одан да ашық түсті жібересіздер. Барынша флайердің эскизі яркий болу керек достар. Енді қап-қараңғы флайер қара түсті, бір темный түстерден жасалады. Олар енді барынша түнгі клубтарға өзінің бір арнайы бағыттарына байланысты жасалатын болады достар. Мінекей біздер біттік, енді жан жасайтын боламыз. Жанны былай қарап бір сары. Енді достар, бір өзіне үйлесетін түстерді таңдап алыңыздар барынша. Мінекей мына жерде көкті қойып көремін. Көк мына жерде көбейіп кеткесін, сары. Ары кетсе бір 2-3 түсті ғана қолданамыз достар. Мінекей қазір ортасына қойып керек. Егер бұл жерде болмаса, сарыны бетіне шығарамыз. Егер Pixel Labпен жасасаңыздар, дәл осы жерде тен беруге болады. Енді тенсіз ақ істеуге болады. Мінекей преобразовать бірінші батырма арқылы осылай үлкейтсеңіздер де болады достар. Қазір астыңғы эскизді біттік. Енді төбесін жасауымыз керек. Мінекей қазір барлығын копия қылып ала салайын. Мінекей преобразовать. Енді бұл жерден де тен жасау жолын көрсете салайын достар. Копия қыласыздар. Біріншісінің күшін азайтып тастайсыздар да, кішкене алдыға шығарасыздар да, сосын астына түсіре саласыздар. Мінекей қазір тенді дұрыстап қойып ала салайын. Мінекей копия қыласыздар, кейін қойылғын азайтып осылай астына түсірген кезде бір кішігірім өзінше бір қалай дейді, тен пайда болады. Мінекей достар, қазір барлығын қосып аламыз. Себебі барлығын мешайт етпеу үшін енді жоғарысына жасаймыз. Жоғарысында бұндай аса қатты кереметтердің қажеті жоқ. Сіздер білесіздер. Бұған дейін мен дәл осыған ұқсас эскиздердің мен интернеттен скачать етіп алып салған болатым. Енді бұл жерде сіздерге таза өзімнің қалай жасалу керектігін көрсетіп жатырмын. Міндетті түрде әр фигураны бөлек-бөлек эскизге, бөлек-бөлек слойға тастаңыздар достар. Сол кезде бір-біріне өшіруге кедергі болмайды. Біріншісін былай ғана қоямыз. Енді ашықтау көк түсті қоямыз. Так, мінекей кішкене үлкейтіп ала салайық. Енді достар, мінекей былайынан көк түсті қоямыз. Дәл осы жерде темен қойып жіберсеңіздер де болады. Енді мен сары жолақты қалай жүргізетінін көрсетейін достар. Мінекей қарапайым төрт бұрышын аласыздар. Бұл жерде чисто фигура мен өшіргіштің қызметі өте үлкен достар. Мінекей дәл осылай өшіргішті аламыз. Примерно осылай қоя салыңыздар. Енді әрмен қарай өшіргіштен фигураны төрт бұрышын таңдаймыз да, тура осылай өшіреміз. Қазір жолақ қылып өшіреміз. Бас жағын не, аяқ жағын. Енді бұл да бір өзінше бір қосымша дизайн болып тұрады достар. Құр әшейін тұрғаннан гөрі. Астында сары жолақ бар, соған бір түстес қылып, біздер төбесінен де бір сары қалдыратын болады. Барынша яркий, әдемі болса өздеріңізге жақсы болады. Мінекей флайер жасай аласың ба деген ұсыныстар сіздерге бұған дейін де түскен болар.
сіздер міндетті түрде жасай алам деп бұдан кейін айта берсеңіздер болады. Телефонмен де жасауға болады достар. Әрине бұл сапалы сақталады. Дәл осы қолдан өздеріңіз эскиз жасасаңыздар. Мінекей, енді ең астындағысын ақты біздер өшіріп тастаймыз. Мінекей, қалғанның бәрін біріктіреміз. Тура осылай бір сохранить етіп алсаңыздар болады достар. Кейін басқа да заказдар түссе, осыны алып қоя саласыздар, тек ішіндегі суретін ауыстыра саласыздар. Тура осылай PNG форматта сақталады. Осы сіздерде шаблон дайын тұрады. Мінекей, әрмен қарай енді мына жер ашық қалса достар, қазір дәл осы жерде сіздерге эскиз көрсете салайын, эскиз дей беріппін ғой. Дизайн көрсете салайын достар. Мінекей, пустой слой ашамыз. Пустой слой міндетті түрде ашылу керек достар. Себебі өзіне отдельно істеуге жақсы болады. Мінекей, обычныйдан экран таңдаймыз, кішкене яркий болады. Күшін азайтып, мінекей, қазір бізде шығып тұр, барлығы бір қатарда тұрған жоқ, оның ешқандай да қиындығы жоқ. Өшіргішті аламыз, фигураны басамыз да, жай ғана өшіре саламыз. Мінекей, бас жағын дәл осылай барлығын бірдей қылып өшіреміз достар, болды. Әрмен қарай енді өздері эскиз болып табылады. Достар, енді ең астындағы слоймен жұмыс жасайық. Біздер жаңа пустой слой ашып, ең астына түсірген болатынбыз. Ол жерге қазір біздер добавить фото арқылы қазір мен барлығын біріктіріп тастайын. Мінекей, үшінші батырманы бассаңыздар, барлығы бір-біріне бірігеді достар, бір фигура болып табылады. Мінекей, астында пустой слойға біз енді өзімізге қажетті бір суретті алып қоямыз. Мінекей, ақ фонға түскен өзімнің суретімді алып қоямын. Мінекей, енді арт жақтарында ақ енді кетіріп алмау үшін арттарында ақ қалады, ол үшін ақ фонды алып қоя салсаңыздар, полный ақ болып шыға келеді. Әрмен қарай енді біздер редактировать. Қазір мен мына жерден редактировайттан бұрын домалақ қызыл қоя салайын достар. Қазір бізде акция деген кезде дәл осы қызыл бізге керек болады. Енді қазір примерно біз киімге флайер жасап жатыр, бір дүкенге флайер жасап жатыр. Әрмен қарай енді редактировать. Мінекей, енді әрмен қарай тексттермен жұмыс істейміз. Тексттермен жұмыс істегенде де достар, енді барынша түсінікті флайерге, барынша әдемі, қою, түсінікті шрифттерді қойыңыздар. Ирелең деген кривой шрифттер ол флайерге печаттан шыққан кезде онша көрінбей қалады. Барынша тіке әдемі шрифттерді қойыңыздар. Men's Shop деп жазамын достар. Мінекей, Men's Shop. Мінекей, мына шрифт аламын. Енді бұл шрифттің түсін мен Панамаға сәйкестендіремін. Пипетканы аламыз, Панамаға апарамыз. Сол жерде қандай киім бар, соған түстес қылып қойсаңыздар болады достар. Men's Shop. Men's Shop'тағы шрифт Impact деп аталады достар. Біздің қазақша шрифттердің ішінде бар. Мінекей, сіз күткен акциялар. Достар, тағы бір айта кететін жайт, сіздерге мәлімет болсын. Сіздер неге жарнама жасап жатсыздар? Сіздер акция беріп жатсаңыздар, егер акция болып жатса, ол акция міндетті түрде үлкен яркий болып табылады. Көп клиенттерге осыларды қызылмен жазған ұнайды достар. Естеріңізде болсын. Қызылмен көзге түсетіндей қылып не істеңіздер. Ол клиенттен сұрап алыңыздар, сізде суть не? Акция беріп жатсыз ба или +1 плюс па? Не, сол қандай не болады? Соны ең үлкен шрифттермен, қою шрифттермен және қызыл қылып жазсаңыздар, клиент сол кезде бірден ұнатады. Неге енді әрмен қарай сатылатын нәрселерді футболки, рубашки, брюки, Панама деп қосымша жаза салдым. Неге енді бұл жерге де енді достар, быжырқай деген жазулардың да көбісі қажет емес. Астына біздер енді данныйын жазамыз. Неге улица мынау, қаласы несі. Негізінде қала жазылмайды достар, бізде қала жазылмайды, себебі флайерлер көбінесе сол қаланың ішіне таралтылады. Жай ғана несін, улицасын қай жерде орналасқанын жазсаңыздар болды. Және де достар, егер сарының үстіне, бір темныйдың үстіне темный шрифт қойсаңыздар, міндетті түрде контурын ақ қылыңыздар. Міндетті түрде контур көріну керек, контур міндетті түрде керек. Себебі достар, мен талай рет цветной печаттан шығарып көрдім, сол кезде ол міндетті түрде көрінбей қалады. Контур сіздерде главный роль ойнайды. Мінекей, сіз күткен акциялар Men's Shop, рубашки, футболки, улица, номер болды. Артық нәрсе керек емес достар. Артық бір Америка ойлаудың да қажет жоқ. Барынша қарапайым болғаны дұрыс. Мінекей, бұл сохранить етейік. Достар, бірінші бөлім аяқталды. Осының астында сілтемеде екінші бөлім көрсеңіздер болады. Міндетті түрде көріңіздер.